Саламатсыздар ма, құрметті достар. Барша бізді тамашалап отырған көрермен. Бүгін міне білімді қазақ жобасының төңірегінде бізде алғашқы түсірілім. Сондықтан құтты болсын деп айтқымыз келеді. Енді бүгін қонағымыз Ерлі Сағай өзінің мақсат қою мәселесінде төңірегінде өзінің пікірімен және ойымен бөліскісі келеді. Ерлі Сағай, келгеніңізге рахмет. Ассалаумағалейкум. Сонымен, Ерлі, қазір білеміз, өте адамды өзін-өзі жетілдіру тренингтары, курстары, және көптеген кітаптар жазылып отыр осы жайлы. Бірақ оның барлығын информация жөнінде ретінде білгенмен, көп адамдар көздеген мақсаттарына жетпей жатады. Осының себептері не деп ойлайсыз? Енді көптеген себептердің біреуі ол мақсатты дұрыс қоймау. Енді мақсатты дұрыс қоймау дегенімізде, мен мақсат қоюды, адамдардың мақсат қоюын, жалпы қойған мақсаттарын екі топқа бөлемін. Біреуі салауатты мақсаттар, біреуі салауатты емес мақсаттар. Енді бұл жерде салауатты мақсат дегеніміз қандай мақсат? Ол сен өзіңнің бақылауында ұстай алатын мақсатты айтады. Ал салауатты емес мақсаттар өзің бақылауында ұстай алмайсың. Яғни сенің нәтижеге жетіп жетпеуің саған тәуелсіз болатын, бірақ басқа факторларға, басқа адамдарға, оқиғаларға тәуелді факторлардан тұратын мақсаттар. Яғни оны сен толықтай бақылауында ұстауың мүмкін емес. Оған жетіп жетпеуің толыққанды сенің құзырында емес. Сондықтан адам өзіне алдыға айқын мақсат қойған кезде тек қана жаңағы салауатты мақсаттар, яғни өзінің толыққанды бақылауында ұстай алатын мақсаттарды қойып отыру керек. Мысал беріңіз. Енді бір әртүрлі бағытта мысал келтіріп көрейік. Мысалы, біреу жасөспірім бала қандай да бір спорттың секциясына қатысып жүрсін. Мысалы, күрес өнеріне меңгермекші болсын. Ода қандай мақсат болуы мүмкін? Ода белгілі бір чемпион болғысы келуі мүмкін. Маңызды емес, қалалық па, республикалық па немесе әлемдік деңгейде ма. Егер ол жерде мен осындай қандай да бір жүлделі орын алам, бірінші орын алам деген мақсаты болса, оған ұмтылып айналысатын болса, ол мақсат салауатты мақсатқа жатпайды. Өйткені ол басқа адамдарға тәуелді мақсат. Ол салыстырмалы, сенің нәтижеге жетіп жетпеуің бұл жерде салыстырмалы болып тұр. Яғни екеуміз бір нәрсеге бір орынға таласып жатсақ, мен бірінші орын алам деген мақсаттың контекстінде сен менен жеңіліп қаласың деген контекст жатыр. Ал ондай жағдай ол салауатты бола алмайды. Ол яғни мен бір соған дайындалып жатыр жаңағы жасөспірім бала. Ал оған тәуелсіз қаншама балалар дайындалып жатыр ғой. Және тәуелсіз қаншама оқиғалар бар ғой. Жаңағы жасөспірім бала бақылауында ұстай алмайтын. Оның жүлделі орын алып алмауы толыққанды өзіне тәуелді емес. Бұл басқа бір оқиғаларға, басқа бір адамның дайындығына байланысты болып кетеді. Жолының болуына байланысты болып кетіп жатады. Ал бұл жерде ол бала үшін салауатты мақсат қандай? Ол сол өзінің айналып жатқан саласында белгілі бір шеберлігін белгілі бір деңгейге жеткізу. Ол салауатты мақсат. Соның жанама әсер ретінде ол байқамай жүлделі орын алып кетуі мүмкін. Жүлделі орын алу сонда жаңағы өзін дамыту жолындағы әрекеттің жанама әсері ғана болса, ол салауатты да, ал арнайы мен орын алам деген емес. Ал енді тағы бір басқа бір мысал келтірсек, мысалы оқу білім саласынан қандай да бір оқушы, мысалы айтайық, математикадан қосымша дайындалып жүр, қабілеті жақсы, таланты бар оқушы олимпиадаға. Егер ол мен осы математикадан болатын қалалық республикалық олимпиададан бірінші орын, екінші орын алам деген мақсаты болса, ол салауатты мақсатқа жатпайды. Былай қарасаң, бәрі жақсы, ода тұрған ештеңке жоқ. Бала еңбектеніп жатыр, бірінші орын алғысы келеді, ода тұрған не дейміз. Бірақ ол жерде де оның орын алып алмауы толыққанды өзіне тәуелді емес қой. Бұл жерде егер баланың салауатты мақсаты, жаңағы математикаға дайындалып жатқан, мен математикадан осындай тақырыптарды, осындай заңдылықтардың мағынасын түсініп меңгерем, есеп шығару шеберлігімді осындай деңгейге жеткізем десең, ол салауатты мақсат. Ол өйткені өзінің толық бақылауында. Сол салауатты мақсатына ұмтылу арқылы оның орын алып кетуі жанама әсері болу керек.
ол бірде алуы мүмкін, бірде алмауы мүмкін. Біріншіден, екіншіден салауатты емес мақсаттың бір жаманы, егер сенің мақсатың тек қана орын болса, бір көрсеткіш болса, ол қандай да бір нүкте, бүкіл концентрацияң соған жету, соған жеттің дейік. Егер соған жетіп жатсаң, ар жағында толыққанды қанағаттану бәрібір болмайды. Бәрібір адамға бір нәрсе жетіспей тұрады, ар жағында орысша айтқанда пустота дейді ғой, сондай күйге кешеді. Ал егер орын алмай қалып жатса, ода депрессия болуы мүмкін, керісінше ары қарай құлшынысы төмендеп қалып кетуі мүмкін. Ал сенің мақсатың орын емес, тек қана жаңағы өзін дамыту, орын жай соның арасында болып жатқан бір жаман әсері болса, оны орын алып алмауың ары қарай сенің әрекетіңе көп әсер етпейді. Сондықтан да мақсат тек қана өзің бақылауында болатын салауатты мақсаттар қоюдан бастау керек қой. Яғни адам өзін тек өзімен салыстыру керек пе? Иә, ол басқа адамға салыстырмалы түрде болмау керек қой. Мысалы, сен мысалы ағылшын тілін меңгерем деу, ол өзің бақылауыңда мақсат, ағылшынша үйренем дегені. Ал мен ортада жүрген адамдардың ішінде ең жақсы ағылшынша сөйлейтін мен болам деген мақсат болса, ол салауатты мақсат емес. Ол сенің бақылауың емес. Деген сияқты ғой. Мысалы, мен өзімнің жаңағы фитнеске барып, өзімнің белгілі бір физикалық күйімді белгілі бір деңгейге жеткізем деу, ол салауатты мақсат. Ал сен бәлен адамнан орын алған бір жарыста көрсеткіш көрсетем деген ол салауатты мақсат емес. Мысалы, жаңағы оқушылар олимпиадаға дайындалып жатқан белгілі бір пәннен ата-анасына керегіне көрсеткіш, мектептің әкімшілігіне керегіне көрсеткіш, жаңағы орын алуы, оқушыға керегіне орын алуы болып кетіп жатады әдетте. Сол үрдіс, сол бәрін құртады да. Яғни успех индивидуален дейсіз ғой. Индивидуальный факторлардан құралатын бір нәтиже, иә? Ол біреудің, мысалы, былай айтқанда орысша успех дейді ғой, қазақша не дейді? Жетістікке. Иә, белгілі, яғни біреудің жетістігін сен алып формула өзіңе саласап жете алмайсың. Жоқ, жете алмайсың. Біреудің қателігін қабылдасаң, ол дұрыс шығар, бірақ орысша айтқанда әлгі сөз бар, уникальный дейді ғой, жетістікке жетудің жолы тек қана копия арқылы ол мүмкін емес. Оказывается, тренингтерде солай өйтеді ғой, енді бірақ айта салуға болмайтын шығар. Енді әр кезде әрқалай бірақ адамдарға жаңағы үлкен мотивация беріп, жаңағы сен осыған жетесің, осыған сенімділігіңді оят деп бір эйфорияға кіргізіп жібере салу, бұл жерде одан мақсатқа жетуге ешқандай кепілдік бермейді ғой. Жақсы, онда осымен біздің бүгінгі түсірілім аяқталды. Әркім өзіне бір пайдалы мағлұмат алды деген сеніммен осы бүгінгі түсірілім аяқтайық. Келесі видеоларда жүздескенше аман болыңыздар.